Сәлем достар, сіздермен бірге мысық арнасы. Қазір түнгі сағат 12 болды. 12-ге бір 2 минут қалды ғой деймін. Неге кеш түсіріп жатырсыз десеңіз, себебі қолым үйдің жұмысынан жаңа ғана босады. Және де сіздердің жазған комментарийларыңызды оқып, қуанып, соған өзім көңілім көтеріңкі болып отыр. Мына жерде артық дыбыстар шығып жатса мән бермей ақ қойыңыз, себебі далада қазір жаңбыр жауып тұр. Терезе ашық тұрғандықтан сол жаңбырдың дауысы естіліп тұр. Қазір біз қара өріктен, яғни сливадан нутелла жасаймыз. Оған бізге не керек? Біріншіден бізге қара өрік керек, яғни слива. Одан кейін бізге какао керек, қант керек. Ал енді бастайық. Ал енді бісміллә деп қара өрігіміздің ішінен сүйегін шығарайық. Алдындағы видеоларымызға, жазған комментарийларыңызға көп рахмет. Оқыдым. Өте жақсы екен комментарийларыңыз. Жақсы комментарийларда сөз бергенде видеомызға шығарып қоямыз. Біз өте қуаныштымыз осындай комментарийлар жазып, бізді қолдап жатқандарыңызға. Негізі мына нутелланы қара өріктен жасаған кезде бұған 1 килограмм тазаланған өрікке жарты килограмм қант қосу керек. Біз енді көп қып алған жоқпын мен бұны қара өрікті. Кесемен өлшейік. 1 кесе қара өрікке жарты кесе қант деп санайық. Немесе 2 кесе қара өрікке 1 кесе қант деп санайық. Негізі бүгін видео жасап, осыны нутелла жасаймын деген ой мүлдем жоқ еді. Сіздердің мына комментарийларыңызды оқып, бірдеңе жасағым келіп кетті. Сондықтан түнгі сағат 12 болса да не жасайын деп отырып, содан кейін ақыры DIY түсірейік дедік. Айтқанымдай біздің арнамызда әртүрлі жанрда видеолар шығып отырады. Ол лайфхактар да болады, DIY да болады, слайм да болады, және басқа да көптеген видеолар, қызықты видеолар шығып отырады. Міне табаға, яғни сковородкаға 1 кесе қара өрігімізді салдық. Қазір 2-ші кесемізді саламыз. Міне 2-ші кесені саламын. Мығыздап салғым қара өрікті. Үстіне міне 1 кесе қант салам. Мына жерде бізде какао 150 грамм деп жазылып, міне 150 грамм деп жазылып тұр. Бірақ біз 150 граммның барлығын салмаймыз. Осы пачканың жартысын саламыз. Яғни бір 75 грамм болса, 70-75 сол бізге жеткілікті болады. Және мен пачканың жартысын 75 граммды саламын деп едім, бірақ кесеге салып едім, көп болып кетті. Қышқылдан көп беріп жереме деп, тағы да бір 3-тен 1 бөлігін алып тастадым. Ал енді осының бәрін дұрыстап араластырып аламыз. Содан соң газымызды қосамыз. Ал енді нутелланы ұнататындарың бар болса, лайк басып отырыңыздар. Не газдың астын қосып қойдым, бірақ ақырына қойып қойдым. Себебі қатысына қойсақ, қантымыз күйіп кетеді. Негізі бұны кастрюляға жасы болады деп тұр, бірақ осындай жалпақ ыдысқа жасаған дұрыс болады дейді. Қазір міне сәл еріп келе жатыр. Мына жерде еріген шоколадтың иісі шыға бастады. Какао, қант және мына қара өріктің шырыны бәрі қосылып, өстіп міне шырын беріп жатыр. Көрдіңіздер ме? Міне енді блендермен осының барлығын қоймал массаға айналдырамыз. Мынаны енді тоқтамай міне араластырып отыру керек. Сәл тағы кішкене тұра тұрсын. Содан соң газымызды өшіреміз. Суытамыз мынаны. Және мен дәмін көргенмін. Дәмі жақсы сияқты, бірақ мен
тағы да 4 ас қасықтай қант салдым бұның ішіне. Дәмі бәрі жақсы, бірақ мен кішкене одан да тәтті болсын деп қостым қантты. Ал біз енді нутелланы жасап қойдық. Ол суды мен міне нутелланың бұрынғы бір баночкасын дайындап қойдым. Қою болып шықты. Суыған соң мүлдем қою болып қалды. Мен нутелланы мен қағазға нутелла деп жазып, суретін салып дайындап қойдым. Мына неміз нутелламыз суып жатқан кезде мен осыны дайындадым. Қазір міне мынаны біз мына жерге жабыстырамыз. Каналымызға кім тіркелген жоқ, тіркеліп отырыңыздар. Мен сіздерге айтып едім ғой өткен видеоларда DIY түсіреміз деп, не түсірдік. Айтқанымды орындадым. Әлі алда көптеген видеолар болады. Не сыртында қара өрік сливаның суреті салынып тұр. Қазір мынаны жабыстырамыз. Комментарийларыңызды қалдырып отырыңыздар. Үздік комментарийларымыз келесі видеоға шығады. Міне нутелламыз дайын болды. Қазір енді соның дәмін көрейік. Дәмі жақсы екен, дәмді. Қара өріктің дәмі шығып тұр. Жасап көрсеңіздер болады. Ал енді не айтамын? Каналымызға жазылыңыздар, пысық арнамызға. Пысықсып біздің арнамызбен бірге болыңыздар. Қоңырауша басыңыздар. Лайктарыңызды аямаңыздар. Ал енді хош сау болыңыздар. Сіздермен бірге болған Мысық Пысық арнасы.